берүү біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында курс тыңдаушыларына арналған Қазақстан Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында бастауыш класс мұғалімдерінің кәсіби педагогикалық шеберлігін жетілдіру тақырыбында облыстық семинар практикум өтті. Семинар мақсаты мұғалімдердің ішкі әлеуетін ашу, жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша сабақ жоспарлау тәжірибесімен бөлісу. Институт директорының орынбасары, педагогика ғылымдарының кандидаты Қибатаева Нұрсұлу Қазанғаповна семинарды ашып, қазіргі білім берудегі жаңашылдықтар туралы өзінің пікірін білдірді. Қоғамда болып жатқан өзгерістер заманауи мұғалімге жаңа талаптар қояды. Сәт сайын өзгеріске ұшырайтын жағдайлардың жаңа міндеттерін шешуге тура келеді. Жаңа заманның мұғалімі болу қиын, бірақ мүмкіндігі мол. Ол әрдайым оқушы жанынан табылуы керек. Жаңа мұғалім оқушыны оқытып қоймай, өзі де оқу керек. Мұғалімнің білімін жетілдіруі бұл шеберліктің, кәсіби құзыреттіліктің кепілі. Семинар қатысушылары бастауыш класс сабақтарында критериалды бағалауды қолдану мәселелерін, белсенді оқыту тәсілдері арқылы танымдық қабілеттерін дамыту жолдарын, сабақты тиімді жоспарлау, оқыту сапасының кепілі екендігі туралы мәселелерді талқылады. Мұғалімдер шараның тәжірибелік маңызына жоғары баға берді. Іс тәжірибелерімен бөлісіп, жаңа идеяларды жүзеге асыруға шығармашылық серпін алды. Семинар жаңалыққа жаны құмар педагогтардың «Біз әрқашан біргеміз» әнін орындаумен аяқталды.